Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай күшті болып шығатын әсіптің ең оңай жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге алдымен керек заттар: шала асылған күріш, мұнда менде қазының ішегі, жылқының ішегі, тұз, қара бұрыш, жуа, чеснок, сәбіз, және мұнда жүрек, бүйрек, және мұнда екі үлкен бауыр. Алдымен осылай бүйрегімізді, жүрегімізді, бауырды барлығын ет тартқыштан өткізу үшін осылай кусокқа бөліп аламыз. Жуамызды да осылай кусокқа бөліп аламыз. Осылардың барлығын қазір ет тартқыштан бірге өткіземіз. Қыздар, негізі бұл әсіпті тек бауырдан ғана жасаса да болады. Бүйрек пен жүрек қоспасаңыздар да болады. Міне, менде ет тартқыштан осылай барлығын бірге өткізіп алдым. Сәбізді, жуаны, чеснокты, бауыр, жүрек, бүйрек барлығын бірге тартып алдым. Міне, мен дайын тұр. Енді осыған шала асылған менде күрішім. Тек суға бір ғана қайнатып алсаңыздар болады. Сол күрішімізді саламыз үстіне. Енді татымына қарай қара бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап енді араластырып аламыз. Міне, менде жіптерімді осылай дайындап алдым. Бөліктерге бөліп, және мұнда баклажканың басы осылай басын кесіп алдым. Қазір ішегімізге салуға оңай болу үшін. Алдымен ішегіміздің бір басын жіппен осылай байлап аламыз. Қыздар, жібіміз шешіліп кетпейтіндей қатты байлаймыз. Менде ішек жуылып, тазаланған, дайын тұрған ішек. Енді екінші басына, жаңа баклажкамыздың басын осылайынан видеода көрсетілгендей кигізіп, жаңағы тартылған бауырымызды барлығын саламыз. Қыздар, дәл осылай видеода көрсетілгендей қылып, осы лайфхакты қолдансаңыздар, күшті тез салынады. Осылайынан салған өте жеңіл. Осының ішектің ішіне барлығын салып шығамыз. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, жазылып кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен тағы да көптеген рецепттермен бөлісемін. Міне, видеода көрсетілгенде осылай салынған бауырларымызды өстіп, итеріп ішекке қарай. Қыздар, арасында ауа қалып кетпеуі тиіс, иә? Осылай ішегімізді қолымызбен басып, арасында қалған ауаларды шығарамыз. Мен мұны барлығын салып шықтым. Енді өзімізге ыңғайлы көлемде алып, осылайынан әр жерінен бөліп, өз қалауларыңызша, егер ұзын болған қаласаңыздар, ұзын қылып, или бірден барлығын пісірсеңіздер де болады, екінші жағынан байлап. Мен осылай кішкене бөліктерге бөліп, 3 әсіп шығардым. Сіздер де осылай бөлетін болсаңыздар, видеода көрсетілгенде алып, екі басынан байлап, 3 әсіп шығардым. Қыздар, менде ішектерім ондай қатты толып тұрған жоқ. Тырсылдап толмауы тиіс, кішкене бостау болып тұруы керек. Осылай салқын суға әсіптерімізді салып, астын жағып, суымыздың қайнағанын күтеміз. Қыздар, піскенде бізде күрішіміз ісініп піседі, сондықтан ара сондай бос болмайды. Міне, менде су қайнады. Алдымен осылай көбіктерін аламыз. Одан соң әсібімізді тесеміз. Егерде қыздар теспесек, мұнда ішектеріміз жарылып, барлығы сыртқа ақтарылып кетуі мүмкін. Сондықтан бір емес, бірнеше 5-6 жерден тесеміз. Және осы суымыз қайнағаннан соң тура 30 минут қайнатамыз, қыздар. Міне 30 минут қайнап, менің әсіптерім пісіп шықты. Арасын қарасаңыздар, барлығы тығыз, кәдімгідей толық күшті болып пісті. Біздің бауырымыз өте тез піседі. 30 минутта кәдімгідей пісіп шығады. Дастарханға қойғанға, холодный мен қонақ күткенде өте күшті дәмді болып шығатыны сөзсіз, қыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менде кескенде арасы ақтарылмай, барлығы біркелкі болып шықты. Қыздар, сіздерге осы рецепт
ұнады деген ойдамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қыздар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге тағы да көптеген ең дәмді тексерілген рецепттермен бөлісемін алдағы уақытта. Рахмет, қош сау болыңыздар.